Алдын мамлекеттің Милан қаласында жәйметлік орынларда адамлар күлімсіреп жүруі керек еді. Низамға көре олар жақсы кейпетті жүруі керек болған. Тек қана айрым жағдайларда, яғни жерлеу мәресімінде һәм кесел болғанда ғана бұған рұқсат берілген. Бұл қағиданың мақсаты қала халқын ұнамлы һәм жақсы кейпетті жүруге үйрету болған. Бүгінгі күнде бұл низам әмелде қолданылмайды, бірақ та Милан тарихындағы ең өзгеше тәртіптелердің бірі сипатында еске алынады. Таиландта патша суреті басылған пұлларды жерге тастау ямаса құрметсіздікпенен қатынаста болу жинаят есептелінеді. Егер де пұл күтілмегенде жерге түсіп кетсе, оны аяқпенен басу ямаса тебу бұл патшаны кемсіту деп қаралады. Таиланд заңдарына көре патша шақсы һәм орны мұқаддес. Оған қарсы әр қандай құрметсіздік үшін үлкен жарима ямаса тұтқынға алу, қамақ жазасы белгіленген. Сол себепле адамлар пұлды абайлылықпенен істетеді һәм жерге түскен болса да оны хүрметпенен алуға әрекет қылады.